тамыз Абай облысы Таңсық станциясы, Таңсық бекеті, Тарлауылы ауылы деп аталады екен. Атақты Қозы Көрпеш Баян Сұлудың кесенесіне, соның басына келіп тәу етіп жатырмыз. Сол бұйыртып, міне алға қойған өзіміздің мақсатымыз, бір ойымыз еді, сол жүзеге асып жатыр. Қозы Көрпеш Баян Сұлу кесенесі бұл енді бүкіл қазаққа мәлім деп біз айтамыз, мақтанышымыз бұл. Ұлы махаббаттың символы, ұлы махаббат оқиғасы, тіпті сонау қарлұқтар мен қарахандар заманында болған оқиға екен. 8-9 ғасырлар. Бұл кезеңде Қозы Көрпеш Баян Сұлу жырын біздер мектеп бағдарламасынан барлығымыз жақсы білеміз. Онда деген рулар тарихы айтылмайды, рулар жөнінде айтылмайды. Онда жеке адамдар, жеке тұлғалар және тарихи оқиғалар, сонымен бірге махаббат тақырыбы, сүйіспеншіліктің тақырыбы негізі басты тақырып. Сондықтан да біздер бұл кезеңде әлі қазақ халқының қалыптасу процесі аяқталмаған кезең деп есептейміз. Бірақ та бүкіл тарихи оқиға осы қазақтың территориясында болған, осы жерде болған оқиғалар. Оны кейіннен зерттеушілер, әлемге танымал зерттеушілер қызығушылық танытты. Шоқан Уәлихановтың өзі қазақтың Ромео Джульеттасы деп баға берді. Оны бүкіл Еуропаға паш етті Шоқан өзінің зерттеулері арқылы. Сондықтан да бұл ескерткіш қазір мемлекетіміздің қорғауында деп есептеледі. ЮНЕСКО-ның ескерткіштерді қорғау тізімінде. Бірақ та дегенмен де бұл ескерткіш қазір халқымызды тәрбиелеуге, жастарды тәрбиелеуге бір септігін тигізу керек. Сондықтан да бұған әлде де қорғау, әлде де назар аудару мемлекет тарапынан кем сияқты көрініп тұр бізге. Бұл кәдімгі туризмді дамытуға, туризмді қалыптастыруға Қазақстанда үлкен еңбегі сіңетін жәдігер. Сондықтан да біз мақтаныш етеміз осы жерге келіп, осындай кезеңде, осындай уақытта келіп, Қозы Көрпештің Баян Сұлудың басына келгенімізге біз өзіміз ризамыз. Кешегі Мұқағали ақын жырлап кеткен, оған Тұрсынғазы Рақымов атақты композитор ән шығарған. Ол ән қазір бүгінде Гүлмира Сарина менен Перизат Тұрарованың орындауында тыңдап жүрміз. Өте тамаша ән, жүректі тербетеді, ойландырады. Бұл кәдімгі сол Қозы Көрпеш Баян Сұлу жырының бір жалғасы сияқты